Mana sizga. Voy. Ne soldun bana? Ukol saldım sizga. Бұл Бегалиевтер отбасы. Бұл Хадиша. Бегалиевтер отбасының ең кішкентай қызы. Ол азынан кешке шейін өстіп ойыншық ойнағанды жақсы көреді. Бұл осы отбасындағы біздің Дархан атамыз. Дархан деген атамыз азаннан кешке шейін телефон шыққанды жақсы көреді екен. Бүгін атамыздың чоты басы ауырып тұр. Мен басым ауырып тұр. Мен телефонды қойып жата тұрайын. Қоя тұрсам ұйықтап алайын. Атасы жатып ұйықтап алсам, жазылатын шығармын деп қояды. Жазылады ма екен? Қалай ойлайсыңдар? Мен адам басым қойға жоқ. Қадиша дәрігерді шақырш. Ата, сен ананан кешкешек сотқа көріп басын ауырды. Доктор шақырам. Саған укол салады. Алло, доктор. Мен атам ауырып жатыр. Тез үйге кел. Ата, доктор шақырып қойдым. Что-то кешіріп жатыр. Не бітіріп жүрген? Кәстегесін жасай таттысам. Атасы ашуланып, доктордың сазайын тартқысы келіп отыр. Немересі де жағдайды ушықтырып отыр. Докторымыз шынымен де қаяқта жүр екен? Алло. Иә. Атаң ба, атаң? Жасы нешеде? Тез дейсің ба? Жарайды, қазір барамыз. Адамдар деген жағдайын айтып түсіндіру керек емес па? Адам деген ауырып жатса деген адресін айтып қойып қоям екен. Кішкентай қыз-ау деймін, чота. Қазір жандарын шығарып, уколдарын салып, сазайларын тартқызып қайтайын. Ұйқымды да бөлді ғой. Керек жарақтарымды алып алайын. Давление. Бәріміздің давлениеміз бар. Ең қатты салынатын уколымды апарайын. Мен оларға көрсетем. Кім ауырып жатыр маяқта? Не жағдай? Не жақсы мынау? Осы күні деген ауруға бола ма адам? Ей, неғылай қарайсың? Адам өзі нақтау батса. Еще тесігі келесің. Ей, атасы далада пробка. Сендер жайып рахат үйде жатсыңдар, мен деген көшеде жаяу жүрмін ғой. Кәні, атасы, сен қай жерің ауырып жатыр? Неге ауырып жатсың? Айтып берші маған. Басым ауырып жатыр. Неден ауырып жатыр басың? Апай. Иә? Менің атамша азаннан кешкешен көп телефон көреді. Содан басы ауырып жатыр ма атаңнан? Иә. Телефоннан шықпайды дейсің ғой атаң, иә? Не болды ата сізге? Қартайғанда телефон шықып, телевизор көріп, балалармен ойнамайсыз ба? Мен осы телефон қозып. Так, сіздікі давление деп жазамыз. Сізге укол салып берем. Күнде келіп сізге укол салып тұрам. Дайындала беріңіз, көтеніңізді ашып. Бірінші жүрегімді тексеше аларай. Тасы, доктор бұл жерде мен ба, сіз ба? Сіз?
Енді неменеге маған үйретіп атсыз? Кән, қыз былай шық. Кән, жүрегіңізді тексерейін. Айтсаң, ойбай, жай десең. Ойбай, жай. Чоқта жүрегіңіз қатты соғып атқан сияқты. Сізге на телефонды қою керек, атасы. Қазір мен укол дайындайын сізге. Мына жақта уколым бар еді, ат деген. Так. Дайын. Бұл сізді телефонды қойдыртады. Еще телефонды қойдыртады. Сосын далада ойнайтын боласыз. Бұл уколды қабылдағаннан кейін. Сен де что-то ауырып тұрған сияқтысың ғой. Саған да укол салайын ба? Точно. Қазір тексерем. Кәне, атасы. Давай, тұрыңыз. Көтеніңізді ашыңыз, атасы. Міне сізге. Ойбай. Не соғдың маған? Укол салдым сізге. Басы одай алып кетті ғой. Ол сіздің телефоныңыздан. Мен сіздің қазір телефоныңызды сындырып тастаймын. Сіздің басыңыз ауырып жүр. Бұл телефонның көзін жоймасақ, сіздің басыңыз қоймайды. Менің балғам бар осындай. Міне. Не істедің? Бұл телефонды енді көрмеңіз. Бұл телефон жасамайды енді. Түсіндіңіз ғой? Бұл енді шымшақты докторды шақырмайын. Мен сіздің үйіңізге келейін деп тұрғанда жоқпын. Қолыңда кел, ата. Қолың тексеріп тастайын да. Ақыры келдім, енді келмеймін сіздің үйіңізге. Ей, жай! Докторлар деген осылай тексереді. Сіз ба доктор, мен ба? Айтпаңыз маған ешнәрсе. Болды, тексермеймін. На, сен немересісің ба? Атаңның басы ауырса, ана арқасына массаж жасайсың күнде. Түсіндің ғой? На. Сосын, сотка ойнамаңыз. Мынаны ойнап жатыңыз одан да. Кубик ба? Олай ма сізге? Иә. Болды. Хадиша, сен тісіңді жуып жүр күнде. Рахмет. Болды, жазып алдым. Мына жерге үйге келді, қабылдадым деп қол қойып жүріңіз. Мына жерге. Сабағы енді үйге келмес. Болды, мен келейін деп тұрғанда жоқпын бұяққа. Ешкімге айтпаңдар мен келгенімді. Ата, сізге қатты укол салды ма? Жажылдым. Шығып қалдым. Сөйтіп, атасы мен қызына қаладағы ең қатал дәрігер келіп шошытып кетті. Енді атасы мен қызы доктор шақырмайтындай болып қалды. Иә.